Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Асим. Сіздермен осындай өте нәзік, дәмді болып шығатын красный бархат тортының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып өтіңіз. Ең алдымен заттарымызды алдын ала барлығын осылай дайындап аламыз. Менде бұл жерде барлығы бөлме температурасында. Алдымен таза құрғақ ыдысымызды алып, бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Үстінен шекерімізді қосып, миксермен араластырып аламыз. Сары майымызды сіздер микроволновкада сәл ғана ертіп алсаңыздар болады. Енді үстінен жұмыртқамызды қосып, беті аппақ болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Шет-шетіне осылай шашырап кетеді қанттары. Сол үшін лопаткамен осылай жинақтап, астынан үстіне қарай жинап аламыз. Әлі қантымыз толық еріген жоқ. Тағы да миксермен араластырып аламыз. Біздің қантымыз толық еру қажет. Енді үстіне сұйық майымызды қосып, аздап қана араластырып аламыз. Енді ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен қамыр қопсытқышты қосамыз. Осылай кішкене ғана араластырып, және де 3 шай қасық какаомызды қосамыз. 3 ингредиентімізді бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Енді ұнымызды бір шетке алып алдын ала дайындап қойдық. Енді стаканымыздағы айранымызға красителімізді қосамыз. Бұл жерде красительді мен соңғысын қостым. Сіздер 1,5 немесе 2 шай қасық қоссаңыздар да болады. Менде 1,5 шай қасық шықты. Красителіміз топ-декор. Топ-декордікі бұл гелевый краситель. Өте түсі қанық болып шығады. Егер сіздерде құрғақ краситель болса, оны аздап қана шай қасықтың ұшымен қоссаңыздар болады. Өйткені көп қосып қойсаңыздар түсі тым қою болып кетеді. Міне айранымызға қосып, осылай араластырып алдық. Енді массамызға құйып аламыз айранымызды. Бұны да миксермен араластырып аламыз. Енді алдын ала дайындап қойған ұнымызды ситоға салып, аздап шетінен араластырып, миксермен араластырып отырамыз. Ұнды бірдестен барлығын салмаймыз. Өйткені әркімде ұн әрқалай болады. Сол себепті де ұнымызды аз-аздан сала отырамыз. Осындай қоюлықта болды. Тым қою емес, әрине. Міне қып-қызыл түсі ашық болды. Енді осылардың барлығын қазір пісіріп аламыз. Массамыз дайын болды. Енді осындай пергамент қағазын алдым. Бұл жерде пергамент қағазы покландікі. Бұлның асты ешқандай жабыспайды.
Сіздер егер қағаз болмаса астын майлап отырасыздар әр коржды салған кезде. Осылай қағазымызға форма келтіріп алдым, 26 диаметрлік формамен. Сосын осының ішіне тестамызды құямыз. Бұл жерде мен әрқайсысын өлшеген жоқпын. Егер сіздер тапсырысқа дайындайтын болсаңыздар, 4 қасықтан, ас қасықтан салып отырасыздар. Барлығы біркелкі болу керек. Бұл жерде менде коржым әртүрлі формада болды, қалыңдығы да. Мен 5 ас қасықтан салып отырдым. Осылай лопаткамен жайғастырып шығасыздар. Негізгі қағазға алдын ала дайындап қойсаңыздар да болады. 4 корж шығады бұл құраммен. Енді корждарымызды қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минуттан пісіріп аламыз. Корждарымызды суытуға қойып қоямыз. Корждарымыз суығанша біз кремімізді дайындап аламыз. Осылай творожный сырымызды миксермен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен қант ұнтағын қосып, бұны да араластырып аламыз. Енді тоңазытқышта тұрған, салқын болып тұрған сливкиімізді қосамыз. Сливкиіміз 33%. Сіздер 33%, 35% аралығында сливки қосасыздар. Одан төмен болмау қажет. Сливкиімізді де құйып, 10 минуттай, 15 минуттай араластырып аламыз. Осындай қоюлықта болу керек. Міне біздің креміміз қою болып тұр. Корждарымыз суыды, міне осында қалыңдықта болды. Барлығының қалыңдығы осындай болды міне. Енді кольцоға осылай корждарымызды кольцоның көмегімен кесіп аламыз. Сонда бірдей дөңгелек болады. Шет-шетіндегі қамырларын осылай алып қоямыз, ыдысымызға салып, бұны жан-жағына жапсыруға, сәндеуге керек болады. Корждарым бұл жерде менде әдемі шықты, біркелкі болды. Төрт корж шықты. Шет-шетін осылай алып отыру керек. Сіздер әртүрлі формаға келтіріп жасасаңыздар болады. Төрт коржымызды да кольцомен мен кесіп алдым. Түсі өте қып-қызыл болды, ашық түсті болды. Міне, біздің корждарымыз өте әдемі түс болды. Сол себепті де красительді дұрыс таңдағандарыңыз дұрыс. Енді кольцоны осылай қойып қоямыз да ыдысымызға. Бір коржымызды аламыз. Астыңғы коржын осылай төмен қаратып төсеп алып, үстінен кремімізді салып шығамыз. Кремімізді осындай арнайы мешокқа салдым. Менде силиконовый мешок. Прозрачный мешокқа салсаңыздар да болады. Насадкасы менде дөңгелек вупипайдың насадкасы. Егер сіздер тапсырысқа дайындайтын болсаңыздар, осылай насадканың көмегімен кремді салып шығасыздар. Сонда арасы бір тегіс болады, тортымыздың арасы.
лопаткамен тегістеп шығамыз кремімізді. Осылай екінші коржымызды төсейміз, арасына крем жағып, барлығының арасын крем жағып, осылай қатарынан тізіп шығамыз. Міне біздің креміміз де толық жеткілікті болды. Тортымыз өте биік болды. Енді шет-шетіндегі жаңағы қамырларымызды қолымызбен үгітіп аламыз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен үгітіп алыңыздар, сонда біркелкі болады. Менде блендер болмағандықтан осылай қолымның көмегімен барлығын үгітіп шықтым. Енді кольцомызды аламыз. Осылай шет-шетіне де аздап қана крем жағып шығамыз. Өйткені қазір үгітілген коржымыздың үгітілінділерін шет-шетіне жабыстырып шығамыз. Осылай тегістеп шықсаңыздар да болады мен сияқты. Енді жан-жағын осылай әсемдеп, сәндеп шығамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен қалған қамырдан осылай шет-шетіне жағып шықтым. Сіздер толық крем жағып, неше түрлі жеміс-жидектермен сәндесеңіздер болады. Міне барлығын толықтай сеуіп шықтым. Енді кез келген жеміс түрімен сәндейміз. Менде мандарин және де мұздатқыштан шыққан малинам бар. Соны қостым. Бұл жерде малинам менде бүтін емес, аздап еріп тұр. Мен бұл тортты тапсырысқа жасап жатқан жоқпын. Бұны өзімізге шай ішуге жасап жатырмын. Сол себепті де бетін кез келген жеміс-жидекпен сәндеп жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс түрлерімен сәндеп шықсаңыздар болады. Тортымыз осындай әдемі болды. Және де өте нәзік және жұмсақ. Ауызда ериді. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Бұл жерде мен тортымды бір түнге қалдырдым, өйткені креміміз сіңу керек. Бұны мен ертесіне кесіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Арасы мінекей әдемі және жұмсақ болды. Ас болсын.